Баршаңызға қайырлы күн. Химия 7 сынып заттардың агрегаттық күйінің өзгеруі бөлімі бойынша жиынтық бақылаудың екінші нұсқасын қарастырамыз. Бірінші тапсырма: физикалық және химиялық құбылыстарды сәйкестендіріңіз. Алдымен физикалық құбылыстарды анықтайық. Ол В, С, Е. Ал химиялық құбылыстар А, Д, F. Екінші тапсырма: сұйық заттың көрсетілген молекулалар моделін белгілеңіз. Жауап 1. Кестеге бөлшектер теориясы тұрғысынан заттардың агрегаттық күйлерін және құрылымының өзгеру себептерін анықтаңыз. А нұсқасы: пішіні болмайды және оңай сықылады, кеңістікті түгел толтырады. Бұл заттың газ агрегаттық күйі туралы айтылған. Себебі оның бөлшектері бір-біріне тартылмайды, өте алшақ орналасқан. Келесі Б нұсқасы: тығыздығы жоғары, көлемі мен пішіні сақталады. Бұл заттың қатты агрегаттық күйі туралы айтылған. Себебі бөлшектері белгілі бір ретпен бір-біріне тығыз орналасқан. С нұсқасы: пішіні сақталмайды, көлемі сақталады. Бұл заттың сұйық агрегаттық күйі туралы айтылған. Себебі сұйық заттың бөлшектерінің ара қашықтығы аз, қозғалғыш болып келеді және бір-біріне тебіледі. Үшінші тапсырма: кестеде берілген мәлімет бойынша судың салқындау қисығын көрсетіңіз. Яғни мына берілген мәліметтер бойынша біз мына кестеге қисық график салып түсіріп береміз. Графикті сызатын болсақ, мінекей, бұл жерге А-дан Б-ға дейін бұл судың салқындау қисығын білдіреді. Б-дан С-ға дейінгі ара қашықтық бұл судың кристалдану қисығын білдіреді. Ал С-дан Д-ға дейінгі сол мұздың ары қарай салқындау қисығын білдіреді. Дәл осылай график сызамыз. Және сурет бойынша сұрақтарға жауап жазамыз. Графикте үдерістің салқындау және кристалдану бөлігін белгілеңіз. Салқындау графигі А, Б, С, Д. Кристалдану графигі Б, С. Бөлшектер теориясы тұрғысынан салқындау үдерісін түсіндіріңіз. Салқындау процесінде температура төмендейді. Сол себепті бөлшектердің кинетикалық энергиясы азайып, олар баяу қозғала бастайды. Бөлшектер теориясы тұрғысынан кристалдану үдерісін түсіндіріңіз. Кристалдану процесінде температура өзгермейді. Демек, бөлшектердің кинетикалық энергиясы өзгеріссіз. Сондықтан олар қозғалмайды. Осы тапсырмалардың барлығына ескерткіш бойынша толық бал берген. Сіздерге сәттілік тілеймін.